Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелең қаласында көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Тергеу кезінде Торредо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары 2021-2023 жылдары құрылысқа рұқсатсыз, яғни лицензиясыз қажетті құжаттарсыз және жобалық сметалық құжаттамасыз жұмыс істегені белгілі болған. Соған қарамастан олар Хом Южный, Хом Сау, Хом Мак тұрғын үй кешендерін әлеуметтік желілерде белсенді түрде жарнамалаған. Бірыңғай тұрғын үй құрылыс операторының міндетті кепілдігі болмағанына қарамастан, олар жарнама арқылы 100-ден астам азаматтан 972 миллион теңге жинаған. Сонымен қатар құрылыс жұмыстары талапқа сай жүргізілмей, белгіленген мерзімде аяқталмаған. Бұл жағдай үлескерлердің жаппай құқық қорғау органдарына жүгінуіне себеп болды. Сот санкциясымен күдіктілердің 240 миллион теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды. Олардың ішінде 12 жер телімі, 9 автокөлік, аяқталмаған 3 қабатты ғимарат және жеке тұрғын үй бар. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауда, іс сотқа жіберілді. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес басқа мәліметтер жария етуге жатпайды.